Бүгін біз сендерге сабағымызды бастаймыз, математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз күнделікті сабақтан ерекше болады. Балалар, біз математика сабағына кәдімгі өзіміздің неміз айтып берейікші. Терең білім аламыз. Біз бірінші сыныптан бастап математиканы оқып келе жатырмыз. Әр оқығанымызды миымызға тоқып жатырмыз. Олай болса, бүгінгі математика сабағын бастаймыз. Мен сендерге топқа бөліп алайын. Балалар, мен бірнеше геометриялық фигуралар алып келдім. Сол фигуралар мозаика құрастырып, сол фигуралар арқылы біз топқа бөлінеміз. Мен қазір ортаға үш түрлі түсті қима мозаикаларды партаның үстіне қоямын, сендер жеті, соны ұяласыздар, құрастырып, өздерінің топтарын аттарын табасыздар. Келе ойындар балалар. Әркім өсіп болды. Олай болатын болса, сендердің топтардың аты бөлу. Орындарға жайғаса ойындар. Ақылы, сендерден қандай геометриялық фигура шықты? Қандай сөз шықты? Көбейту. Олай болса, сендердің топтардың аты көбейту. Орындарға жайғаса ойындар. Ал балалар, сендерден қандай геометриялық шаршы ма? Шеңбер, қателестіңдер, өздері құрастырып қателесіп тұрсыңдар. Қандай сөз шықты? Қалды. Олай болмаса, сендердің топтарың аты қалды. Отыра қойыңдар. Бірінші топ көбейту тобы, міне көбейту тобы. Екінші топ бөлу тобы. Үшінші топ қалдық тобы. Қалдық тобы. Міне, қалдық тобы. Ал балалар, енді біз топқа бөлінді. Еніштеріне өздерінің топ басшысы сайлап алыңдар. Кәне, ақылдаса отырып топ басшысы сайлап алыңдар. Бірінші топтан сендерде кім болды топ басшысы? Ақниет. Топтарының атын жазып дайындап отыр. Екінші топ сендерде кім болды топ басшысы? Досик па? Міне, Досмұхамбет болды. Топтарында балаларды санын жазып, ал үшінші топ қалдық тобы сендерде кім болды? Ильясқа міне бағалау парақшасын тапсырды. Олай болатын болса, балалар, бірінші тобымыздың аты қандай болды? Көбейту. Екінші тобымыз үшінші тобымыз қалдық. Балалар, енді сендер бағалаған кезде алдарыңа мен түрлі геометриялық қима қағаздарды тастадың. Мынау қандай фигура? Яғни мен бұны туымызбен түстестеп 5 деген бағаға теңедім. Демек бұл қандай баға? 5. Ал мынау қандай фигура? Шаршы, қателеспеді, дұрыс айтты. Екінші топтың оқушылары. Шаршы. Мен бұл шаршыны 4 деген бағаға теңедім. Ұмытпаңдар, топ басшылары 4 деген баға. Ал мынау қандай фигура? Мен бұны 3 деген бағаға теңедім. Жарайсыңдар. Ары қарай кеттік. Ал балалар, біз өткен сабақта қандай тапсырма берді үйге? 8-ші беттегі 7-ші тапсырма. Үйге берген тапсырманы орындап келдіңдер ма? Кәне, кім оқиды? Бірінші топтан қол көтерді. Аяғын оқып жібере ғой. 8 қосу Екінші топтан кім оқиды?
135. Үшінші топтан кім оқиды? Сезім. 574 қосу 254 тең 828. 237 қосу 343 тең 580. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар балалар. Топбашылары үйге берген тапсырманы орындап келген оқушыларға тиісті бағасын қойып отырыңдар бағалау парақшасына. Міне балалар, біз өткен сабақтарда тиімді есептеудің тәсілдерін өткен болатынбыз. Енді бүгін біз жаңа сабағымызды бастаймыз. Ол үшін Learn Apps платформасы арқылы бүгінгі жаңа сабағымызды тақырыбын ашамыз. Learn Apps платформасы арқылы бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Мен 3 топқа бөліп беремін. Кәне көбейту кестесін, бөлу кестесін, кім қаншалықты меңгергенін бүгінгі сабақтан тағы да аңғарамыз. Ал балалар, бірінші топқа мына өрнектердің ішінен мәні 4-ке тең болатындар табасындар. Екінші топ мына өрнектердің ішінен мәні 7-ге тең болатындар табасындар есептеп. Ал үшінші топ қалдық тобы. Осы өрнектердің ішінен мәні 9-ға тең болатын өрнектерді табамыз. Ал кеттік. Кәне, бірінші топтан кім айтады? Ал Алихан, мәні 4 болады. 20-ны бөлеміз 5-ке тең 4. 20-ны 4-ке бөлеміз тең қанша? 4. Ай, 20-ны 5-ке бөлеміз тең 4. Тамаша, өте тамаша. Тағы да бар ма балалар осы мәні 4-ке тең болатын өрнектер? Ал Аяру 12-ні бөлеміз 3-ке. 12-ні 3-ке бөлеміз 4. Өте тамаша. Тағы да бар ма бірінші топтан? Ал Ержан 16 бөлім 4 тең 4. тамаша. Тағы да бар ма? Ал Аяру Айназ 20-ны бөлеміз 5-ке тең 4. 20-ны 5-ке бөлеміз тең 4. Дұрыс. Тағы да бар ма 4? Ахниет 16 бөлім 4 тең 4. дұрыс. Ал екінші топтан кім шығады? Өрнек осы мәні 7-ге тең болу керек. Ердос 49 бөлім 7 тең 7. дұрыс. 7. Тамаша. Ары қарай кеттік. Тағы кім табады? Іңкәр 26 бөлім 8 тең 7. дұрыс. Тағы да бар ма? Бар. Қайсысы? Бар ғой тағы да. Досик 21-ді 3-ке бөлеміз 4. 7 десе? 7. Жарайсыңдар. Керемет. Ал енді үшінші топ. Осы мәні 9-ға тең болатын өрнектерді табамыз. Сағыныш 18-ді 2-ке бөлеміз тең қанша? 9. Тамаша. Ары қарай. Ары қарай. Тағы кім тапты? Зейін 72-ді бөлеміз 8-ге тең 9. дұрыс. Тамаша. Ияс 36-ны 4-ке бөлеміз қанша? 9. Ал тағы да Сезім 72-ні бөлеміз 8-ге тең 9. 9. Жарайсыңдар бала. Сонда біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сонымен не екен балалар? Кәне? Міне біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбын аштық. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта сендер бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді меңгерді боласыңдар. Олай болатын болса, оқулықтарыңды ашыңдар. 8-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Балалар, мен бірінші тапсырманы оқып түсіндіріп берейін. Сендер мұқият отырып тыңдарыңдар. Есепті шығарыңдар. Шербер 18 моншақты әр қорапқа алдынан салды дейді. Міне, шербер неше моншақты алыпты? 18 моншақты алыпты, иә? Міне, менің қолымда 18 моншақ тұр. Енді әр қорапқа нешеден салыпты? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне, алтаудан салыпты. Мынағанда алтау салдым, және мынағанда алтау салдым. Сонда 18-де нешеге
неше қорапқа бөліп салдық? 6-дан әр қорапқа бөліп салдым. Моншақты, 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салдым. Сонда бізге неше қорап екен белгілі ма? Белгілісіз. Олай болса қанша қорап қажет болды бізге? Айтып тұрды. 18-ді 6-ға бөлдік. Жарайсыңдар. Міне, менде 18 моншақ бар еді. Оны 6 қорапқа теңдей бөліп салғанда неше қораптан? 3 қораптан қалды ма не? Қалған жоқ қой. Сонда есеппіз бөлуді көбейтуге тексереміз. Көбейтуді бөлуге тексереміз. Енді 6-ға көбейтейікші. 18. Олай болатын болса бізге қанша қорап қажет болды? 3 қорап қажет болды. 3 қорап қажет болды. Екінші балалар, менің 10 теңге ақшам бар еді. Мен соны 3 досыма теңдей бөліп бергім келді. Сонда мен 3 досыма неше теңгедей бердім? Кәне ойланайық, кім жауап бере алады? Менің 10 теңгем бар еді. Мен 3 досыма теңдей ақшаны бөліп бердім, теңгені. Сонда неше теңгедей тиді? Кәне, Әлихан шықты. Және 3. Қанша теңгедей бөліп беремін 3 досыма? 300 бар, мен 10 ақшам бар ғой. Жоқ, қателесін ойлан. Кәне, Зелик 3 теңгедей бөліп беріңіз, біреуі 1000 теңгесі артылып қалады. Менің бары жоқ 10 ақшам бар. 3 досыма 3.000-нан бердім. Түсінесіңдер ме? 3.000-нан бердім. Сонда менен неше 1000 теңге артылып қалды? 1000 теңгем артылып қалды. Яғни артылып қалды деген сөз қалып кетті, қалдық деген сөз. Олай болса, балалар есептің әсіне мән беріңдерші. Есептің әсіне мән береміз. Ал кеттік ары қарай. Енді есептің әсін оқиын. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-тен салды. Қанша қорап қажет болды және қанша моншақ артылып қалды. Бар жоғы қанша моншақ болды менде? 18 моншақ болды. Оқулықтағы бірінші тапсырманы әсін орындайық. Бәріміз бірге. Мен оқып түсіндірейін, сендер мұқият отырып түсініп алыңдар. Бұлай дейді. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-тен салды. Қанша қорап қажет болды және қанша моншақ артылып қалды. Моншақ қанша? 18. Әр қорапқа нешеуден салды? 4-тен. Қанша қорап қажет екені белгілі ма? Белгісіз. Тағы не белгісіз? Қанша қалғаны? Айтасыңдар, керемет жауап. Қанша моншақ және артылып қалғаны бізге белгісіз. Олай болатын болса, 18-ді нешеге бөлемін? 4-ге бөлемін. Ал балалар, 18-ді 4-ге бөлгенде нешеден тиеді деп ойлайсыңдар? 4-ден тиеді. Ал 18-де 4 нешеге кездеседі? 4-ден кездеседі. Ал енді неше қалдық деп ойлайсыңдар? 2 қалады екен. Ал енді балалар, есебім дұрыс па, дұрыс емес па? Мен тексеріп көрейін. Бәріміз тақтаға қараймыз. Бөлгіш 4-ті көбейтемін, өрнектің мәніне. Қосамыз керек. 4-дегі 4-дің 12-ні қостың 18. Демек, жауабы қандай сан дейміз? Жауабы не дейміз? 18.
артылып, артық қалды десек те болады, иә? Қалды. Ал енді балалар, осы жерде мен сендерге мынандай ережені айтқым келді. Демек сендер естеріңе қалдықты пен есеп шығарған кезде есепті үнемі естеріңе осы ереже қағиданы естерге үнемі сақтап жүріңдер. Балалар, қалдық әрқашанда бөлгіштен кіші болады екен. Ал мынаның орнында 4-тен үлкен 5, 6, 10, 9 болуға мүлдем болмайды. Яғни біз бөлгішке бөлдінің мәнін көбейтіп, оған 2-ні қосқанымызда 18 шықты. Яғни бөлгіш шықты. Демек біз естедік балалар, бөлгіштен қалдығымыз әрқашанда кіші болуы. Мынау 4, мынау 2, кіші ма? Дұрыс айтасыңдар. Кіші. Түсіндіңдер ғой балалар, иә? Сабаққа. Міне. Ал енді балалар, ары қарай кеттік оқулықпен. Оқулыққа қараңдаршы. Оқулықтағы екінші тапсырманы мен топтық жұмыс ретінде беріп келіп отыр сендерге. Сендер осыны бірінші топ А-сын орындайды, екінші топ Ә-сын орындайды, үшінші қалдық тобы Б-сын орындайды. Бірінші есепті оқисыңдар, шартын құрасыңдар, шешу жауабын табасыңдар. Қане бірінші топтар кім оқиды? Бірінші топтар кім оқиды? Алихан оқи ғой. Басқалар Алихан, Ахметтен, үшеуіне басқа. Екі балаға 10 жаңғақтан тиігізбен бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады? Артылық қалады. Енді есептің шартын құрып, суретін салыңдар тәпелеген. Ал сендер топтарына кім оқиды? Және оқы, жәнелер. Ағайынды 3 бала 10 жаңғақ теңге бөлінді белгісіз қажет. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ артылып қалады? Бөлім тобы. Сендер де шартын құрып, шешу жауабын табыңдар. Үшінші топ қалды тобына кім оқиды? Сағыныш оқи ғой. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңге бөліп беру қажет. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады? Есеппен шартын құрып, шешу жауабын табыңдар. Ал балалар, есептің шартын құрып, есептің ары қарай шешуін жауабын орындаңдар.
Қане, кім оқиды сендерден? Және? Бала 3, жаңа 10, әрқайсысына белгісіз жаңа қалды белгісіз. Шешуі 10-ды бөлеміз 3-ке, тең 3, бір қалдық. Тексереміз 3 көбейту, 3 қосу 1 тең 10 жауабы. Олардың әрқайсысына 3-тен келеді, бір біреуі артық қалады. Тамаша, өте тамаша. Топ başı тобындағы барлық оқушыны бағалап қоясың. Бәрі керемет шығарды. Үшінші топ орындардан кім оқиды? Ал оқиды. Сезім оқиды. Бала жаңа 10, әр балаға белгісіз жаңа қалды белгісіз. Шешуі 10 бөлі 4-тен 2 қалды. 4 көбейту тексереміз. 4 көбейту 2 8, оған қосамыз 2-ні тең 10 жауабы. Олардың әрқайсысына 2 жаңғақтан тиеді, 2 жаңғақ қалады. Тамаша. Бұл жерде мына Нұртас орындамақты, жартысына орындаған, басқасын орындамаған. Таңшолпан бұл. Топтағы оқушыларын бағалап шық. Жарайсыңдар. Бірінші топтың жауабы сонымен тексеріңдер. Дұрыс па? Дұрыс. Екінші топ дұрыс орындады. Үшінші топта дұрыс орындады. Ал орындасақ кеудемізді көтеріп, барлығымыз бері қарап отырамыз. Ал енді балалар тақтаға қараңдар. Сендердің оқулықтарындағы 3-ші тапсырма 3 топқа да беріледі. Бұл жерде кестені дәптерге сызып отырасыңдар. Есептің берілген кім оқиды? Есептің берілген кім оқиды? Есептің берілген. Ал іңкәр оқиғыш, бүгін сабаққа баяу қатысып отырсын. Шырша орталықтары әр тарапқа алтыдан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта. Дұрыс айтады. Ал балалар, ойыншықтар саны қанша бұл жерде? 13, 13, 15, 19, 22, 23. Енді осы ойыншықтар саны нешеге бөлінеді бізге? 6-ға бөлінеді. Сонда бізге мына жердегі 13-ті бөліпті 6-ға. Сонда 2 қорап, 1 қалдық қалыпты. Қалғанына кім шығады? Кәне, тақтаға шығамыз. Мұна жерге жағдай қасекті жазылмай тақтаға. Кәне, біріншісіне кім шығады? Ал бірінші топтан, үшінші топтан Сағыныш шыға ғой. Екінші топтан Досмұхамед, үшінші топтан Ержан шыға ғой. Тақтаға бормен шыға ғой. Жылан, мәне. Кәне, сендер орындарына отырып, орындай беріңдер. 15-ті сен 19-ті, сен 22. Мұна жерге кім шығады үшіншіде? 23-ке. 23-ке шығады. Қаны, қалғанымыз орнымызда отырып орындаймыз. Топ басшылар тақтаға шыққан оқушылар тиісті бағасымен бағалап отырамыз. Түсіндіріп бер маған. Түсіндіріп бер. 19-ды бөлеміз 6-ға, 6-19-ның ішінде 3-лік келеді. Bir қалдық қалады. 6-ны 3-ке бөлеміз 18, оған 1 қалдық қосамыз 19. Тамаша, сендер дәптеріңе сызып
Тамаша. Жарайсың. Кәне, бірінші топ болды ма? Кім болыпты? Қадыржан, Алихан бірінші топтан болды. Жарайсыңдар. Тамаша. Сіздің болдыңдар ма балалар? Сіздің болдық па? Ал сіздің болса, орындап болса, орындап болған топ кеудеміз көтеріп отырсын, кімнің қаншалықты болғанын мен біліп отырайын. Кән болдыңдар ма? Ал болса, кәне балалар, сабағымыз арасында сергіту сәтті жасап жіберейік. Болдық па? Бірінші топ бола ма енді? Үшінші топ болды. Ал болса, кәне балалар, гимнастика жасайшы кәне. Миымызды демалдырып, математика сабағы өте сәл ауырлау, қиындау. Кәне, сағыныш. Кәне, бәріміз бірге жасаймыз, я? Алдымызға қарап отырамыз, әркім өзінің тобына байланысты. Қасқыр қоян, қасқыр қоян, қасқыр қоян, қасқыр қоян, қасқыр қоян, қасқыр қоян, қасқыр қоян. Енді, балалар, алманы бәріміз жақсы көреміз. Енді алмаға байланысты жасаймыз. Алманың сабы. Енді осыны сәл күрделіп шапалауға істейміз. Жоқ, аспанда. Баспарына, сауса, баспарына, сауса, баспарына, сауса, баспарына, сауса, баспарына, сауса. Келесі. Жасадық қой, ә? Миымыз демалды. Жарайсыңдар. Енді ары қарай кеттік. Балалар, төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада балалар, кәне барлық топ бірге орындайды. Есепті мен мұқият оқып берейін, сендер мұқият тыңдаңдар. Бұл есептің шартын құрып шығарамыз. Есепті әртүрлі тәсілмен шығарамыз. Сен өзіңді кәдесыйлар дүкенінің сатушымын деп есепте. Әр саяхатшы сенен 4 түйеден және 5 киіз үйден сатып алды. Егер кәдесыйлар дүкеніне 30 саяхатшы келген болса, сен қанша кәдесі саттың? Балалар, бізге осы сатушы деген әдісі арқылы осы ойын есепті шығарамыз. Ал енді түйе қаншау? 4. Ал киіз үй қаншау? 5. Әр саяхатшы нешеден алыпты? 4 негізі біздің сол ауылымызға, елімізге келген саяхатшы саны қаншау? 30 екен, бірақ енді сол 30 саяхатшы әрқайсысының жаңа қанша кәдесый сатушы, қанша кәдесый сатқаны бізге белгілі ма? Белгісіз. Кәне, тақтаға кім шығады? Кәне, 4-ші тапсырма деген дәптерлеріне келіп өсейін. 4-ші тапсырма деген шартын құрып, есепті екі түрлі тәсілмен орындаймыз. Ал балалар, екінші тәсіліне кім шығады? Екінші тәсіліне кім шығады? Кәне, орындарда отырып шығады, не келе ол? Дұрыс, шартын құрып атыр. Тамаша. Кәне, орындарда отырып бағалуға да болды.
Бізге қанша қадеси сатылғаны белгісіз, иә? Жылдам жазып беру керек. Дұрыс. Разряды қосқыштардың қосқыш түрде жашар ішінде жеке-жеке алып есептеп табу. Дұрыс. Дұрыс. Орындарында отырып шығарыңдар. Дұрыс. Нөл түрге самайсыңдар. Дұрыс. Өте жақсы. Сонда балалар, сатушы неше? Кәдесі сатты? 270. Дұрыс айтасыздар, сатушы 270 кәдесі сатыпты. Дәптерлерге жазып алыңдар. Жарайсыңдар. Міне, бірінші тәсілі, екінші тәсілі. Оғанымыз кеудемізді көтереміз, келесі тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар балалар. Ал олай болса, ары қарай кетейік. Үшінші топ болды ма? Тамаша. Дұрыс. Болды балалар? Я. Жарайсыздар. Олай болса, барлығымыз кеудемізді көтеріп, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Ал балалар, 5-ші тапсырмада жеміс жинау ойыны. Мен мына партаның үстіне бірнеше жемістерді қойдым. Бірақ сол жемістерді жинауымыз керек. Ол үшін осы жемістердің артында берілген тапсырмалар бар. Қалдықпен бөлуге байланысты, қалдыққа байланысты. Соны тапсырманың орнында жемістерді жинап, неге саламыз? Себетке саламыз. Кәне, кім шығады? Тақтаға. Ал Ержан келе ғой, Нұржан келе ғой. Ал бұл жерден кім шығады? Ал шықпай ма? Ілияс келе ғой. Кәне, бір-бір алып орындаңдар. Тағы кім шығады маяқта? Келе ғой. Мына топтан кім шығады? Ердос келе ғой. Ал мына топтан Сезім. Тағы да үшеу қалды, дайындалып тұрсын. Мына бірінші топта кім шығады? Бірінші топта. Екеу қалмай, бірінші топ шықпаймыз деп қорқып отыр ғой. Іңкәр келе ғой. Аяғына сүйші, қолды бермейсің ба? Алман қала ғой. Кәне, Сағыныш келе ғой. Ал кім дайын? Ал. Жиырмаға бөліп тепке тең 2, 6 қалып қалады. Дұрыс. Апарып себетке сала ғой. Кәне айта ғой. 7 бөліп тең 2 қалды. Дұрыс. 7 бөліп 8 тең 6-дан 2 қалды. Дұрыс. Мына себетке апарып сала ғой. Ал. 9 бөліп 8 тең 5 қалды. Дұрыс. Апарып сала ғой себетке. Ал. 10 бөліп 3 тең 3 1 қалды. 3 көбейту 3 қосамыз 1 тең 10.
Тексерді, қалғанымыз тексермеді. 35 бөлу 6 тек 5 қалды. 6 бөлу 5 95 тек 35. Дұрыс, апа себепке сала ғой. 30 бөлу 4 тек 2 қалды. 4-тегі 28 тұрған 2-ні қосамыз тек 30. Тамаша. 6 бөлу 9 тек 6 қалды. 9-ды 6-ға көбейтеміз. 54. Оған 6-ны қосамыз. 6. Дұрыс. Тамаша. Міне, жеміс жинау ойынын 3 топтың оқушылары да не істеді? Орындады. Өте тамаша орындады. Біздің себебіміз жеміске толды. Ал енді балалар, үйге тапсырманы белгілеп алыңдар. Оқулықтың 9-шы бетіндегі 6-шы тапсырма. Енді балалар ары-қарай кеттік. Балалар, бәріміз тақтарға қараймыз. Google Form платформасы бойынша бүгінгі сабақтарды барлығы түсіндім. Енді түсініп келемін. Әлі де түсінбедім деген болсындар, мынандай белгілі басасыздар. Ол үшін барлықтардың қолдарында телефон бар, ұялы телефон, WhatsApp-тарына кіріңдер, сөйтіп маған жіберіңдер. Кім қаншалықты түсінгенін мен аламын? Он бала беріпті. Біздің сыныпта балдар көп еді ғой. Мына баспайсыздар. Барлығын түсіндім, енді түсініп келедім, түсінбедім. 100% сыныбымызда оқушылар бүгінгі сабақты түсініпті. Тамаша. Олай болса, ұялы телефондарды алдарына қойып қойыңдар. Сонымен балалар, бүгін біз қандай тақырыппен таныстық? Дұрыс айтасыздар. Яғни қалдық неден кіші болу керек? Бөлгіштен әрқашанда бөлгіштен кіші болу керек. Яғни бүгінгі сабақты жақсы меңгеріңдер деп ойлаймын. Жарайсыңдар, бүгінгі сабаққа қатысып жақсы отырған оқушылар, топбасшылар бағалап отырған шығар. Мен сол топбасшылардың бағаларын, яғни күнделік кезекте қойып бағалап шығамын. Тамаша, міне, жарайсыңдар. Қане, үшінші топтың, қане? Міне, тамаша. Жарайсыздар. Үйге тапсырманы күнделікке жазып алыңдар ма, балалар? 6-шы тапсырманы жазып алыңдар ма? 9-шы беттегі? Жарайсыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңдар. Ертеңгі сабаққа өте керемет дайындықпен келеді деп ойлаймын.